Vocabulary News Elementary бүгінгі тақырып 16 Unit Time Words уақытқа қолданатын сөздер. Бүгін біздің өтетіндеріміз days, күндер, months, айлар және seasons. Seasons деген бізде сезондар, там жаз, қыс, көктем деген сондай. Basic time words. Basic деген негізгі уақыт туралы айтылатын сөздер. Негізгі сөздер бізде. Да? Мысалы, 365 days in a year. 365 күн бір жылда. 12 months, 12 ай in a year, бір жылда. 52 weeks, 52 апта in a year, бір жылда. 7 days in a week, 7 күн бір аптада. 2 weeks, 2 апта in a fortnight. Fortnight деген бізде 2 аптаның уақыты. Соны fortnight деп атайды. 24 hours in a day. Бір күнде 24 сағат. 60 minutes, 60 минут in an hour. Бір сағатта. Hour дегенде х оқылмайды, сол үшін n болады. Бұл грамматиканы сосын түсіндірем. 60 seconds in a minute. Бір минутта 60 секунд. 100 years, 100 жыл in a century. Century деген бізде ғасыр. Келесі, days of the week. Апта күндері. Бізде Америкада және Англияда апта бізде воскресеньеден басталады оларда. Бізде понедельник, дүйсенбіден басталады. Хорошо, мына жерде біз воскресеньеден бастай берейік. Sunday, жексенбі. Monday, дүйсенбі, понедельник. Tuesday, вторник. Wednesday, среда. Thursday, бізде четверг. Friday, бізде жұма. Saturday, суббота. Окей? Жазып алдыңдар. Дальше. The names of days always begin with a capital letter in English. Бізде апта күндері ағылшын тілінде всегда capital letter, үлкен әріппен басталады. Оны есте сақтайық. Дальше. Saturday and Sunday, суббота және воскресенье, екеуін қосқанда weekend деп атайды. Weekend деген апта соңы. Окей? Сосын, мына жерде бізде тағы да күндер туралы сөздер бар. Today ол бүгін, tomorrow ертең, yesterday кеше. Одан кейінгі күндер. Ертеңнен кейін, ертең арғы күні, the day after tomorrow, послезавтра. Сосын, позавчера, кешенің арғы күні, the day before yesterday болады. Осылай айтады. Дальше. Morning. Таң бізде 12 AM. AM деген бізде ол 12:00-ге дейін. Да, то есть азанғы 6-дан, ну или азанғы 5-тен, да, азанғы 6-дан түскі 12-ге дейін бізде morning болып саналады. Таң болып саналады. Сосын күндізгі 12-мен, түскі 12-мен, кешкі 6-ға дейін, 12 AM, 6 PM бізде afternoon болып саналады. Түстен кейін болып саналады. Кешкі 6-дан кейін, after 6 PM, evening болып саналады. Кеш болып саналады. Дальше. Апталар туралы айтқан кезде біз всегда on деп айтамыз. On Monday, on Saturday. Окей? Дальше. Егер бізде weekend деген сөз болса, то есть weekend деген сөз қолдансақ, апта күндерін емес, онда at болады. On the weekend емес, at the weekend болады. Выходной күндері. Дальше. Months and seasons. Айлар және сезондар. Бізде айлар мынандай. January, қаңтар, February, февральда айта берейінші былай. March деген март, April деген апрель, May деген май, June деген июнь, July деген июль, August деген август, September сентябрь, October октябрь, November деген ноябрь, December деген декабрь. Орысша айтатын болсаң бәрі өте қатты ұқсас.
The names of the months, айлардың аттары always, әрдайым басталады үлкен әріппен, with a capital letter. Айлардың аттары және аптаның аттары, апта күндерінің аттары бізде үлкен әріппен басталады. Енді seasons, бізде 4 сезон бар. Spring, көктем, summer, jazz, autumn, бізде күз, Англияда autumn дейді, Америкада fall дейді. Fall деген бізде тоже күз болып саналады. Америкада. Winter, қыс. Okay? Енді бізде егер айлар немесе сезондар туралы айтатын болсақ, онда in дегенді қолданамыз. In July, in December, немесе in the spring, in summer. Okay? Дальше хорошо жазып алыңдар. Енді мына жерде тапсырмалар бар. Бұл жерде бізде айту керек. Бірінші тапсырма, мына жерде. There are 3600 seconds. 3600 секунд бар. Неде? Бір сағатта. In an hour. Бір сағатта 3600 секунд. There are 1200 months. 1200 ай бар. Неде? Ғасырда. In a century. Дальше. 168 hours. 168 сағат бар. Бізде бір аптада. In a week. 8760 hours. 8760 сағат бар. Бізде in a year. Бір жылда. Хорошо. Дальше, мына жерде ағылшынша children song бар. Ағылшынша детский бір стишок бар, соны айту керек. 30 days, 30 күн бар. As September, сентябрьде бізде 30 күн бар. Сосын April, апрельде 30 күн бар. Сосын June, июньда 30 күн бар. И November, ноябрьда 30 күн бар. All the rest, қалғанның барлығы бізде 31, қалған барлығында 31 күн бар. Except for, исключение, да, бұған кірмейді, бірақ февраль, February. Потому что which has 28 days, 28 күн бар февральда. And each leap year, әр высокосный жылда, то есть әр 4 жылда плюс 1 күн қосылады, то есть 29 күн. Енді оқиық. 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 except for February dear, which has 28 days clear and 29 in each leap year. Осындай бізде стишок болды. Хорошо. Мына жерде мыналардың қысқартылған түрі бар, я? Апта күндері және айлар. Осыларды толық жазу керек дейді. Мына бізде мысалға Monday, August, October, Saturday, Wednesday. Кстати, среда күні Wednesday дегенде D оқылмайды. Жазылады, бірақ оқылмайды. Январь, January, April, Thursday, четверг, сосын February, September, Tuesday, November. Хорошо? Дальше. Мына жерде what are the next few letters? Мына жерде әрбір келесі әріпті табу керек. Біріншісі бізде не? SMTW.
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 3 әріп қалды. Қандай әріптер бұлар? Давай, осыны сендер жазыңдар. Екінші, J, F, M, A, M, J, J. Көрейік. January, February, March, April, May, June, July. Дальше. Осыны сендер жазыңдар. Сосын, мына жерде үшінші мынау не? S, S. Тың, тағы. Бұл не вообще? Осыны жазыңдар. Мынаны сендерге қалдырайын, 16-та 5-ті сендер жазып алыңдар. Келесі, мына жерде қателер бар. 6 mistakes. Мына сөйлемде 6 қате бар. Дұрыстайық. I'm going to a party. Мен бара жатырмын вечеринкаға on Saturday. Суббота күні. Saturday бізде үлкен әріппен жазылады. Апта күні. Дальше on Jill's birthday. Jill'дің туған күні. Her birthday, оның туған күні is on Thursday. Четверг күні. Четверг нәрде үлкен тымен жазылады. But, бірақ she wanted to have the party. Ол вечеринканы қалады. On a weekend. Weekend бізде кішкентай әріппен жазылады. Қанша таптық па? She's having a barbecue. Ол барбекю жасайды. I think June is a good month. Июнь жақсы ай. Мына жерде үлкен әріп болады. To have a birthday because of the weather. Потому что погода жақсы. I love going to barbecues. Мен жақсы көремін барбекюға барғаны on the summer. Жазда. My birthday is in winter. Менікі қыста. Мынау кішкентай әріппен жазылады. Қыс деген. And it's too cold to eat outside. Кештің сыртта тамақ жеу үшін өте суық дейді. 1, 2, 3, 4, 5. 6-шы. 1, 2, 3, 4, 5. 6-шы қате қайда? Нәрде 6-шы қатені табыңдаршы. Мен түсінбедім, 6-шы қате қайда. Келесі. Quiz. Мына сұрақтарға қалай жауап бере аламыз? Давай, көрейік. Мына сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші сұрақ. How many seconds in a quarter of an hour? Quarter деген 4-тен 1, hour деген сағат. Сағаттың 4-тен 1-інде қанша секунд бар? Сағаттың 4-тен 1 ол 15 минут. 15 минутта қанша секунд бар? 15 көбейту 60. Тең болады. 900 секунд бар. What is the third day of the week? Аптаның 3-ші күнінің аты қалай? Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. Келесі. What month is your birthday in? Сенің туған күнің қай айда? Пусть будет August. Дальше. What day will it be the day after tomorrow? Аптаның қай күні болады? Day after tomorrow. Ертең арғы күні. Бүгін бізде вторник болса, вторник, среда, четверг. Thursday болады. Thursday. What day was the day before yesterday? Кешенің арғы күні қандай күн болды? Бүгін вторник, среда, четверг, Sunday болды, воскресенье болды. How many minutes are there in a half an hour? Half деген жарты. Жарты сағатта қанша минут бар? Жарты сағатта. Half an hour. How many minutes? 30 минут, конечно. Дальше. What day is it today? Бүгін қандай күн? Бүгін Tuesday. What day will it be tomorrow? Ертең қай күн болады? Wednesday. Жаңа ғана жаздық. What is the 7th month? 7-ші ай. July. Дальше. What day was it yesterday? Кеше қандай күн болды? Monday. What century? Қай ғасыр қазір? 21st. What month is it? Қай ай қазір? July. Хорошо. Все, осыны жазып алыңдар. Мына сұрақтарға астына комментарийға жауап жазып кетсеңдер болады. Келесі уақытта көріскенше.